Космостық кеме жерді айнала, яғни бізде 347 километр секунд жылдамдықпен орбита бойымен қозғалады. Егер кеменің массасы 10 тонна болса, яғни 10 тонна болса, оның кинетикалық энергиясы қаншаға тең? Кинетикалық энергияның формуласын еске түсірсек, mv квадрат бөлінген 2. Километр, яғни жылдамдықты біз айналдыратын болса, ол 3-47 километр секунд, ол бізде 3470 метр болады. Жылдамдық оның квадраты бар, метр секунд болады. Ал тонна бізде 10.000. Оны бөлеміз 2-ге. Екеуі қысқарып кетсе, төбеде 5000 қалады. Тең болады. Қазір дереу түрде калькуляторға салып есептеп жіберсек, бізде 6-да 0,2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі джоуль деген вариант шығады екен. Д жауабына сәйкес келеді. Серпелі тапаншадағы серпенің қатаңдығы 4000 ньютон бөлінген метр. Енді оның массасы 5 грамм, серпені 2 сантиметрге сығып тастады. Оқ тапаншадан қандай жылдамдықпен ұшып шығады дейді. Яғни серпенің қатаңдығын жазамыз. 4000 ньютон бөлінген метр. Масса бар, енді бізде ол 5 грамм, 5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі килограмм. Одан кейін серпені 2 сантиметрге сығып тастады дейді. Яғни бізге x-ті берген екен. Ол бізде 0,02 метр болады екен. Сонда бізде есептің шарты бойынша ол қандай жылдамдықпен ұшып шығады? Жылдамдықты табуды сұраған. Яғни екі энергияны өзара теңестіре аламыз. Яғни кинетикалық энергия mv квадрат бөлінген 2. Одан кейін Гук заңындағы энергия потенциалдық kx квадрат бөлінген 2. 2 мен 2 өзара қысқарып кетеді. Осы жақтан жылдамдықты табатын болсақ, kx квадрат бөлінген m түбір асты болады. Енді k деп отқанымыз бізде 4000. Оны көбейтеміз, x деп отқанымыз 0,02-ның квадраты. Оны бөлеміз массаға, ол 5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі болады екен. Ендігі кезекте біз оны қазір дереу түрде калькулятормен ұрып шығарып жібере салсақ, қазір бұның жауабы жобамен жуықтап алғанда 17-де 8 деп кете береді екен. Яғни бұл бізде 18 метр секунд деген жауапты алады екенбіз. Бұл бізде Б жауабына сәйкес келеді. Келесі бізде үшінші есеп. Егер массасы 52 килограмм болатын адам жылдамдығы 2 метр секундтен 7 метр секундқа дейін өзгертетін болса, ол қозғалыс барысында қандай жұмыс жасайды дейді. Жарайды, ондай болса, бізде қазір адамның массасы берілген екен, 52 килограмм. Жылдамдығын дейді. V1 тең болады 2 метр секунд. Бізде V2 7 метр секунд. Осы кездегі бізде атқарылған жұмысты сұрап тұр екен. Жұмыс бізде энергияның өзгерісіне тең. Яғни энергияның өзгерісі деп отқанымыз екі кинетикалық энергияның бір-бірінен азайтындысы. Яғни кинетикалық энергия mv квадрат. Яғни егер адам бұл жақта жалғыз, ол 52 килограмм, ал жылдамдық бізде екі түрлі. Яғни v2 бөлінген 2-ден азайтамыз. mv1 бөлінген 2. Жақшаның сыртына m бөлінген 2-ні шығарып тастаймыз. Сол кезде жақшаның сыртына m бөлінген 2-ні шығарып тастаймыз. И ішінде бізде
v2-ның квадраты минус v1-дің квадраты деген қалады екен. Есепті жай-жайларына қазір қойып шығаратын болсақ, m деп отқанымыз 52 бөлінген 2, жақшаның үстінде 7-ның квадраты 49 минус 2-нікі 4. Бұл тең болады 26 көбейтілген 45. Сонда бізде дұрыс жауабы 1170 джоуль деген жауапты алады екенбіз. Келесі бізде массасы 2 килограмм дене 30 метр секунд жылдамдықпен қозғалғанда оның кинетикалық энергиясын сұрап тұр екен. Формула бойынша mv квадрат бөлінген 2 көбейтілген 900 бөлінген 2. Дұрыс жауабы бізде 900 джоуль болады екен. А жауабына сәйкес келеді. Келесі бізде пәк қуаты. Бізде қуаты 10 киловатт және оның пайдалы әрекет коэффициенті 75%. Жоңғыш станоктың кесу жылдамдығы 0,75 метр секунд. Станоктың кесу кезіндегі кедергі күшін сұраған екен. Яғни бізде пайдалы қуат, яғни қуаттың формуласын еске түсіретін болсақ, ол пайдалы қуаттың, яғни ол кәдімгі қуатты неге көбейткенге тең. Ал бізде күш деп отқанымыз ол P пайдалы бөлінген жылдамдық. Ал бізде қазір пайдалы қуатты табайық, ол 0,75-ті көбейтемін 10.000-ға. Ол бізде болады 7500 ватт. Ал енді осы орайда просто күшті тауып жүре саламыз. 7500 бөлінген 0,75. Сонда бізде дұрыс жауабы 10 килоньютон болады екен. Келесі бізде 6-шы есеп. 40 метр биіктіктен құлай аққан судың барлық кинетикалық энергиясы жерге түскенде судың ішкі энергиясына айналса, су температурасының өзгерісін бұл есепте сұраған екен. Яғни бізде судың несі де бар, меншікті жану мөлшері, жылу мөлшері. Ол бізде джоуль бөлінген килограмм көбейтілген кельвин. Одан кейін бізде еркін түсу үдеуі бар. Ол бізде енді жобамен стандарт бойынша 10 метр секунд деп алып кете береді екенбіз. Одан кейін механикалық энергияны ішкі энергияға толық айналдырады. Бізде енді формуланы еске түсірейік. mgh потенциалдық энергия. Одан кейін не бар ғой? mc дельта t. Осы орайда жылу мөлшеріндегі енді осы массалар өзара қысқарып кетеді. Одан кейін бізде температураның өзгерісі, яғни температураның өзгерісі ол дельта Т болсын, немесе ол дельта үлкен Кельвин шкаласындағы температура болсын, олардың өзгерісі всегда өзара тең болады. Біздің орайда енді мұнатыны табу керек. Ол GH бөлінген S. G деп отқанымыз 10 көбейтілген H 40, S деп отқанымыз 4200 екен. Енді мынауменен 1-0 кетіп қалса, ананы бөлсек, жобамен бізде 0,095 деген жауап шығады. Енді оны жоқтап 0,1 Кельвин деп алуға болады екен. Ол бізде А жауабына сәйкес келеді.
Массасы 20 килограмм газ. Көлемі 10 метр куб шарды толтырған газдың тығыздығын сұрап тұр. Яғни тығыздықтың формуласы бізде жүрек екенін барлығымыз білеміз. Масса 20, көлем 10. Сонда жауабы 2 килограмм бөлінген метр куб. С жауабына сәйкес келеді. Қысымы 3/2 килопаскаль. Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы 40 метр секунд. Газдың, яғни тығыздығын сұрап тұр екен. Газдың тығыздығын сұраған екен. Енді МКТ-ның формуласын еске түсіретін болсақ, бұл жақта P тең 1 бөлінген 3 ρ в квадрат. Осы жақтан енді біз ρ-ны өрнектеп таба салсақ болады. Яғни 3 пропорциямен көбейтіледі, v квадрат астыға бөлу болып өтеді. Сол кезде нәбетте ρ қалады. 3-ті көбейтеміз, 3/2 көбейтілген 10-ның плюс 3 дәрежесі. 10-ны бөлеміз, 40-тың квадраты ол бізде 1600. Қазір біз осыны тез-тез есептеп жіберсек, үстінде бізде 9600, астында 1600. Ол екен бөліндісі 6 килограмм бөлінген метр кубты береді екен. Бізде бұл С жауабына сәйкес келеді. Бізде 9-шы есеп. Бөлме ауасының ылғалдылығы дейді. 80%, температурасы 15 градус Цельсий, су буының партиал қысымының мәні. Судың қаныққан буы 15 градус Цельсий температурасындағы қысымы дейді. Яғни сендерге температураны просто әлгі қысымды сипаттау үшін ғана айтқан, бірақ есептің мәніне ол ешқандай қатысы жоқ. Сонда біздің оның ылғалдылығы 80% екені беріп қойған, ол бізде әрине 0,8. Ал оның температурасы 15 градустағы мәнін беріп қойған, бірақ 15 градусты біз есепте қазір қолданбаймыз. Одан кейін қаныққан, ол бізде беріп қойған, қаныққан судың қысымы 1/71 килопаскаль. Енді формуланы еске түсірейік. Партиал қысымның, енді ол әрине партиал қысымның формуласы қаныққанға көбейту. Енді негізгі формула мынандай еді ғой бізде. P-ны P қаныққанға бөлу. Енді осы жақтан бізде просто үстіндегі партиал қысымды бір-біріне былайнан көбейтіп таба салған екен. Жай ғана осы формулаға сала саламыз, екеуін бір-бірінісіне деген көбейтіндісі. Сонда бізде 1710-ға көбейткен кезде дұрыс жауабы 1368 паскаль деген жауап шығады екен. Яғни бұл бізде А жауабына сәйкес келеді. Келесі, Штерн тәжірибесі бойынша күміс атомдарының жылдамдығының шамасы. Яғни бұл бізде просто теориялық сұрақ. Штерннің тәжірибесі, яғни мынандай бір цилиндр спетті ненің ішіне кішкентай тез қалдырып, оның ішінен жарық фотондарын жіберген болатын. Яғни ол күмістің атомдары әртүрлі материалдар болған. Сол кезде мына жақтан қатты былай айналған кезде бізде кванттық нені зерттеген болатын, физиканы. Кейін МКТ-дағы да элементтерді осы тәжірибе спетті осылай зерттеген болатын. Яғни бұл бізде Штерн тәжірибесі. Бұдағы біздегі жылдамдық әрине 450 метр секунд. Күміс атомдарынікі осыншаға жеткен болатын. Дұрыс жауап А варианты.